Кинодағы кунг-фу жайлы әңгімеге келгенде Брюс Ли мен Джеки Чан бірден еске түседі. Алайда өзінің туған Қытай елінде Джет Лидің де танымалдылығы кем емес. Джет Ли деп танитын актеріміздің шын есімі Ли Янцзе. Ол 1963 жылы Бейжің қаласында туылған. Лидің екі ағасы мен әпкесі бар, ал әкесі оның 2 жасында қайтыс болған. Мектепке ол тек 8 жасында барды. Бірінші сыныптан кейін жазғы демалыста Лиді спорт лагеріне жібереді және сол жерде ушудан жаттыға бастайды. Демалыстан кейін барлық балалар таратылған кезде оған ушу жаттығуларын жалғастыру ұсынылды. Осы сәттен бастап жаттығулар күнделікті болды. Бірнеше іріктеу кезеңін өткеннен кейін 72 жылы ол ушу ұлттық чемпионатына қатысып, үздік шебер сыйлығын жеңіп алады. Жеңістен кейін мектептегі сабақтардан босатылып, көп уақытын спорт залда өткізіп шеберлігін шыңдай бастайды. 2 жылдан кейін жас спортшы Америкаға жарысқа барған ушудың ұлттық құрамы қатарында болды. Мұнда Джет Лидің көрсеткен өнері сол кезде Ричард Никсон болған Америка президентінің назарын аударған болатын. 5 жылдан кейін Джет Ли киноға келеді. 1982 жылы Шаолинь монахтарының асырауында қалған жетім бала туралы Шаолинь храмы картинасы көрермендер көңілінен шығып, тағы 3 бөлімі жалғасын тапты. Жалпы Лидің өз елінде түсірілген кинолары өте көп, ал нағыз әлемдік танымалдылықты Голливудтың түсірген кинолары әкелді. 1998 жылы ол Мел Гибсонмен бірге «Смертельное оружие» фильмінің 4-ші бөлімінде триада мүшесі Ван Синкудың рөлін сомдайды. 2000 жылы Джет Ли «Ромео должен умереть» атты американдық экшн фильмде пайда болды. Фильм бойынша Қытай мафиясы мен афроамерикалық банда арасында қақтығыс жүріп жатады. Бірақ бір күн олар Қытай мафиясы басшысының кенже ұлын өлтіреді. Мұны білген үлкен ағасы Хан, яғни Джет Ли, Гонконг түрмесінен қашып өлтірген адамды табуға бел буады. Көрермендер Джет Лидің шынжырға оралған аяғымен түрменің күзетшілерінен қашқан 4 минуттық үзіндісін фильмнің басты ерекшелігі деп атады. Мұнда Джет Лидің қалай билейтінін де көруге болады, және фильмде орындалатын Алия деген американдық әншінің Try Again клипіне де түскен болатын. Одан кейін танымал экшн жанрындағы «Поцелуй дракона», «От колыбели до могилы», «Дэнни цепной пес» сияқты фильмдерге түседі. 2008 жылы Джеки Чанмен бірге «Запретное царство» киносына қатысады. 1 жылдан соң Голливудтың танымал актерларымен бірге «Неудержимые» атты фильміне түседі. Жеке өміріне келетін болсақ, әйгілі киноактер 1987 жылы Хуан Сю Яньға үйленеді. Ол да ушудан Қытай құрамасының өкілі болды. Сондай-ақ Шаолинь храмы картинасына бірге түскен болатын. Заңды некеде оларда 2 қыз дүниеге келді. Бірақ ерлі-зайыптылар 3 жыл ғана бірге өмір сүрді. Ал 99 жылы екінші рет актриса Нина Личиға үйленеді. Олардың 1 ұлы мен қызы бар. Көпшіліктің сүйіктісі көптеген қайырымдылық жобалармен танымал. Сонымен қатар Қызыл Кресттің елшісі болып табылады. Джет Ли буддизмді ұстанады, ал ушуды тек хобби ретінде ғана емес, рухани дамуға мүмкіндік ретінде қарастырады. Джет Лиға 10 жыл бұрын қалқанша безі гипертиреоз диагнозы қойылған болатын. 2018 жылы журналистер фотоға түсіріп, оны 20-30 жылға қартайып кеткен және өлім аузында жатыр деген сыбыс шығарған болатын. Бірақ та актер денсаулығына ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ екен. Ал фото сәтсіз ракурстан түсірілгенін айтты. Қандай жағдай болса да кумирімізге денсаулық тілейміз. Менің бүгінге айтарым осы, достар. Сіздерге тек каналға тіркелу ғана қалды. Сіздермен болған жұмбақ әлем. Келесі кездескенше.